Сәлем достар, бүгін мен сендерге өте керемет бір приложениені ұсынамын. Бұл приложенияда нешінші сыныптың болсын, ТЖБ БЖБ-сан және де тапсырмаларын табуға болады. Бұл приложенияның аты Renly. Бұл приложенияда осылай шығады. Сол кезде мынаны басамыз. Сосын осылай іздеу шығады. Қандай жазың, не жазыңыз келеді, соны тауып береді. Мысалы, мен Абай деп жазып көрейін. Абай атамыз. Абай, мінеки тапсырмалар шығып жатыр. Абай деп жазылғандар, Абай есімі жазылған тапсырмалар шығады. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев туралы шығарма дегенді осылай бассақ, неки. Өнер білім жолындағы ізденісін Абай өз бетімен үйренуі арқылы дамытады. Орысша кітаптарды көп оқиды. 80-ші жылдардың ортасы кезінен бастап Абай ақындық жолға бір жола бет бұрды. Бұл кездегі оның өлеңдерінің қайсысы болсын толысқан ой санның жемісі. Бұған дейін арагідік қазған өлеңін өз замандасы Көкбай атынан таратып жүрген. Абай 1886 жылдан бастап өз атына көшірген. Осы жылдардан бастап Абай өлеңді үзбей жазуға тырысқан. Бірақ ел арасындағы шиеленіскен тартыстар оның әдебиетпен бірыңғай шұғылдануының мүмкіндік бере бермеген. Неки бұл шығармада дұрыс барлығы, бірақ кейбір сөздер қате жазылып қалуы мүмкін, бірақ оны дұрыстап жазу керек. Бұл приложенияда көбінесе дұрыс бола бермейді, бірақ та мен осы приложенияны ұсынып отырмын. Мысалы, мен Ахмет Байтұрсынов дейін. Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы туралы білгенің сызбаға түсір деген. Неки? Осылай Ахмет Байтұрсынұлы туралы көптеген мәліметтер шықты. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Егер бұл приложение сіздерге ұнаса, міндетті түрде тартып алыңыздар. Бұл приложение көп памятты қажет етпейді, және де телефоныңызға зақым келтірмейді. Қолайлы және де қауіпсіз. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, коммент жазыңыздар. Сау болыңыздар.